Есік тарсылдады. Күлімхан апа қызымен шүйіркелесіп кешкі шайларын ішіп отырған еді. Үйде отағасы да жоқ болатын. Аяқ ауыр қызын бір нәрседен шошынып қалар деп өзі жалғыз сыртқа шықты. Дала көзге түрткісіз қараңғы еді. Тарсыл қақпа жақтан шығып жатыр. Көк дарбазаны құдды біреу кіргісі келгендей итереді. Кім бұл деп дыбыстады. Үн жоқ. Бойын үрей билеп барады. Қақпаның арғы жағындағы дыбыстың тылсым дүниемен қатысы барын жан дүниесімен сезінгені. Тілін калимаға келтіріп үш рет бисмиллахи-рахмани-рахим деп еді. Дала тым-тырс тына қалды. Аздаған жел ғана қақпа жанындағы ағаштың жапырақтарын сусылдатып тұр. Сескеніп кеткен Күлімхан үйге жедел кірді. Қызын қорқытпайын деп еш нәрсе айтпады. Көрер таңды елегізіп әзер атқызған Күлімхан ерте тұрып қақпа жаққа баруға жүрегі дауаламай көршісі арқылы көше бойымен жеткен. Ары-бері жүрген жүргізушілерге дәтке қуат. Қақпаға жақындағанда түйулі аздаған шаштың қылы жабысқан үш орамалды көрді. Таяқпен түртіп көріп, бекер еместігін сезіп, бірден молдаға шапқылап кеткен. Келе жатып кешегі қақпаны тарсылдатқанмен орамалдардың бірі байланысы бар ау деп ойланды. Күлімхан апаның әңгімесін үнсіз тыңдаған, орамалды ары-бері таяқпен итерген молда, орамалдың астына от қойып өртеулерін, оттың қызуынан аулақта жылуын сезбеулерін ескертіп кетіп қалды. Күндегі уақыттан кештеу ырың-жырыңмен таңғы асты қолдарына алғаны сол еді, қызының ұялы телефоны шырылдап қоя берді. Суыт хабар көрші ауылдан тұратын баласынан екен. Келіндері бақилық болыпты. Аса қайғырмаған Күлімхан мен қызы сауап бопты дегендей бір-біріне қараған. Жалпы бұл отбасының келіндеріне қандары қараятындай бар еді. Осы үйдің жалғыз ұлы Серік жасы 30-дан асса да үйленбей жүріп қалды. Таныстырған, құдаласқан жерлерді ол жақтырмай, өз ұнатқан қызды әке-шешесі құп көрмей біраз уақытта араға салды. Ерте кетіп, кеш келіп көрші ауылда тып-тыныш жұмыс істеп жүрген. Кейіннен қонып қалатын болды. Ұлын 2-3 жетілеп көрмейтін болды. Сонда да мән бермеген. Артынша ел ішінде гу-гу әңгіме өршіп кетті. Елдің қауесетіне қараса, Серік 2 баласы бар, күйеуімен ажырасқан Ажардың үйіне кіріп алыпты. Бастапқыда дайын төсек, дайын ас болғаннан кейін шығар деп Серікке жайлап түсіндіріп көрген. Өз сөзінен басқаны құлағына ілмеген Серік үйден чемоданын арқалап бірақ шықты. Серіктен 7-8 жастай үлкендігі бар есік көріп келген Ажардың қандай тартымдылығы барын кім білсін. Намыстан туыстар жабылып келіп, Серікті байлап матап үйіне қайта әкелген. 2-3 апта өтсе де өзі де ұмытар деп басқа жаққа жұмысқа жіберерміз деп. Бірақ тыныш таппаған Серік мүлде басқа мінез танытып елді таң қалдырады. Жынды адамдай аласұрған ол молданың демімен ғана біршама уақыт тынышталып қайта аласұратын. Молданың сөзі елді естен тандырды. Ажар Серікті өзіне қарату үшін дуа қолданған екен. Қатар жатқан 2 ауылды дүр сілкінді. Дуалау дегенді бұрын кім көрген? Серікті үйге байлап қойып, әкесі ел кезіп, үшкіргеннен қалмайды, түшкіргеннен жоқ болады деген бір ілімді молда тапқандай болды. Шымқала жақтан ұлының суретін алып кіргеннен шыққаны тез болды. Ұлдарыңыздың жұбайы ең ауыр дұғаны құлпымен оқытқан. Құлпына ашу үшін ілімді деген 10 шақты молда қоршай отырып оқуымыз тиіс. Бір менің шамам жетпейді. Құлпы ашылмайынша балаңызда бостандық жоқ. Үйірімен мал бағып, жермен айналысатын әкесі мол қаражат ұсынса да, ілімді молда сыпайы түрде шығарып салды. Адам айтса нанғысыз, ертегі болғанымен Серіктің соңғы кездері мінезі кілт өзгергені рас етін. Байсалды тұйық мінезді ол жоқтан өзгеге күлегеш болып кеткен. Ана ел жоқ жерден өзін жайсыз сезінгені соншалық бірде ауруханаға түскен Ажардың палатасының алдында қонты деген сыбыс бар. Осы уақыт аралығында Күлімхан да тек жатпай қара магиянамен айналысады-ау дегендерді жағалап жүрген. Іздеп жүріп көрші ауданнан бір татар кемпірді тапты. Бұл кезде Ажардың аяғы ауырлаған. Балаларыңды қайтара алмауы мүмкін, бірақ дуакеш келінге бір шарасы болар деді. Кемпір мол ақшаны алып тұрып. Мейлі, ол қиналып ішіндегі баласымен өлсе қуанар едік деді Күлімхан мен қызы ашынып кетіп. Арада бір шама уақыт өткенде жаңа босанған, әлі 40-қа да келмеген Ажар ауырып төсек тартып жатып қалды. Нақты диагноз қоя алмаған дәрігерлер бастапқыда дәрменсіздік танытқан. Анық 7 ай өткенде барып, асқынып кеткен ісігі, жатыр ісігі деп үміттен Құдайдан күтіңдер деген.
Көп ұзамай артына 3 бірдей баланы тастап Ажар ана дүниеге аттанып кетті. Бұл сол дарбаза тарсылдайтын түні екен. Ажардың көрін қазуға барғандар көр ішінде қара шұбар жыланды көргенін айтады. Бәлкім Ажардың ана дүниедегі алғашқы жазасы осы болар. Қалай десек те, бүгінгі заманда дуа деген сөз жаңалық болудан қалған. Дуа негізінде сонау Мұхамбет пайғамбарымыздың заманынан бұрын келе жатқан қара ниетті адамдардың істерге айласы қалмағанда қолданар қаруы. Дуаға қарсы ешқандай заңда, жазада көрсетілмеген. Қанша отбасы осы тылсым қара күштің кесірінен шайқалды. Әлбетте Ажар Алланың алдында өз күнәсін жауап беріп жатқан болар. Ал Күлімхан мен қызының ар алдында да, Алланың алдында да жауап берері хақ. Ажар қайтыс болғаннан кейін сол ауылдан шықпай жүрген серік 3 жылдан кейін жол апатына түсіп қаза тапты. Ал анасынан ерте айырылған Өміржанды Күлімхан апаның өзі тәрбиелеп отырған көрінеді. Әкеңді анаң жұтты, ал анаңды апаң жұтты деген қорқынышты бір сөзді кейін қалайда еститіні аян.